Ассалаумағалейкум ауылдастар, қалдарыңыз қалай? Ақталақ ауыл тұрғындары. Бізде мынандай бірнеше күннен бері жалғасып келе жатқан бір түсініспеушіліктер жүріп жатыр. Осыған байланысты өзі расы керек, өзі маған көптеген хабарламалар келіп жатыр. Енді мен айтарым, айтып та жатырмыз. Адам деген адами фактор дейді ғой. Адам деген ол қателесуден тұрады. Біз қателіктен аман емеспіз ешқайсымыз. Бәрімізде нәпсі бар. Және де ол қателіктерді орындаудан сақтануға тырысамыз әрине, бірақ қателік бәрімізде бар. Менде де бар, басқада да бар. Қателесеміз бәріміз. Бірақ айтатын жағдай, мына ауылда жүріп жатқан әңгімеге байланысты біз оны жазғыруға, жазалауға дайын тұр екенбіз. Бұл біздің адами, рухани құндылықтарымыз емес. Біз мұсылманбыз. Біз біреудің қателігін кешіру, үйрену білуге тиістіміз. Өйткені 5 уақыт намазымыз басымыз сәждеге тиген. Өз дінде сыртқы, ішкі деп бөлінеді. Сыртқы имандылық, ішкі имандылық деген. Сыртқы имандылықты ұстанғанымен ішкі имандылықты ұстануға әлі толық жетіле алмай жатырмыз, расы керек. Өз дінде сол сыртқы, ішкі имандылық теңесу керек. Сонда ғана біз бейбіт өмір, бірлікте, ынтымақта, Алланың берекесі мен нығметіне кенелетін боламыз. Маған көптеген хабарламалар келіп жатыр. Яғни оған жаңағыдай айтқан адамдарға қарсылық көрсетіп, соларға жаңа жазалап, халықты қарсы қойып, соған әрекет жасауымыз керек екен. Топта админ болған себепті. Бұл топта ол ережелері бар. Ол жаңағыдай ұрыс-керіске, мәдениетсіздікке, жарнамалар, жаңағыдай керек жоқ мәліметтер, керегі жоқ бейнероликтерге, ұмтыларға тыйым салынды ғой. Тек қана ауылдың проблемасы ғана. Ауыз су, жарық, ауылда мал іздеу, мал жоғалту, басқа да ауылға қатысты мәселелер хабарлау. Яғни ол админ мен ғана емес, админ ол ауыл әкімі, ауыл имамы, және топта мен өзім ашқан себепті админ болдым. Яғни енді ауылда енді қоғамдық ұйымдарды басқарғаннан кейін сол топты ашып, сол халықтың игілігіне қарай жұмыс жасау керек болған себепті жаңа топты ашып, әртүрлі қоғамдық ұйымдар, өзін басқару сияқты, даму сияқты ұйымдарды құрып, көптеген істерге қол жеткізіп жатырмыз. Үлкен оң өзгерістерге жетіп жатырмыз. Көп нығметтерге қол жеткізіп жатырмыз. Жалпы айтқанда енді бір адам қателесіп сөз сөйлегенде, ол адамды біз жазғырып, ол адамды жазалап, оны қарсы қойып, оны жекпе-жекке шақырып, кездесуге шақыратын біз емеспіз. Біз өйткені мұсылманбыз. Басымызды сәждеге қойған мұсылманбыз. Алла бәрімізді көруші, білуші, бір Алланың хикметіне тапсырасын болды. Сол себепте ол ешкімді мәжбүрлеп, адами жетіспеушіліктерге жол бермеуіміз керек. Енді өз тарапынан айтарым, енді адамның әркімнің өзінің позициясы бар. Адамның әркімнің өзінің жеке пікірі болады. Дін жағынан болсын, заң жағынан болсын, ондай құқық берілген адамдарға. Мейлі қате айтсын, мейлі дұрыс айтсын, ол өз пікірін айтуға хақылы. Қателігі болатын болса, оның біз оған мейірім таныта білуіміз керек. Оны түсінуіміз керек. Ол не себептен айтты, ол неге айтты, онда не болып жатыр, қандай жағдай болып жатыр онда. Ал біз оны баса салып шабуыл жасауға біздің хақымыз жоқ, ондай құқық бермеген бізге ешкім.
үкімет те, дін де. Ел болайық, жұрт болайық, ауыл бірлік, ынтымақта болайық десеңіздер, бірімізді жек көруге жол бермейік. Бірімізді жақсы көрейік. Бір ауылымыз, бір отбасы, бір әулет сияқты отырмыз. Сондықтан әр отбасы, әр әулеттен, бір отбасыдан ала да туады, құла да туады дейді ғой. Ішімізден шығып жатқан, мысалы, қате пікірдегі адамдар болса, соған сонымен түсіндіру жұмыстарын жасайық. Сіздікі осы жеріңіз дұрыс болмады, бұлай айтпау керек еді, бұлай айту керек еді. Не болмаса ол адам өзін пікірін дұрыс жеткізе алмаған шығар. Біз баса сап оған шабуыл жасадық. Мен біреуді ақтап, біреуді жақтап отқам жоқ. Тек ауылдың бірлігін ғана жақтап отырмын да. Сондықтан маған жеке хабарламалар жазып, қарсылық көрсетіп ол адамға, халықты қарсы қойып, халық қарсы болғанда оған іс жүзінде болмаса да рухани жаза қолдану туралы ондай мәліметтерді беріп керек жоқ. Өйткені бәріміздің өзіміздің басымыз бар, өзіміздің ақылымыз бар, өзіміздің ұстанымымыз бар, өзіміздің пікіріміз бар. Біреудің айтқанына біреуге шабуыл жасай бермейміз. Ауылдағы жастардың мысалы кейбірі расында да енді Алла үшін, мешіт үшін жандарын шүберекке түйіп, намысқа беріліп жатқызса, енді ол да дұрыс деп ойлаймын. Дей тұрғанда мұсылманның келбеті емес ол. Мұсылманның келбеті ол бір адамды ұру, соғу, жазалау емес. Мұсылманның келбеті сол адасқан адамды түзеу жолға әкелу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қаншама әрекеттер жасалды, қаншама қиындықтар, рухани болсын, физикалық тұрда болсын, моральды түрде болсын, оған ауыр сынақтар, ауыр соққылар болды. Бірақ оны жазалай білген жоқ. Оларға мейірім арқылы жақындап, солардың басым көпшілігі пайғамбарымыздың артынан ілесіп, ізгілікке жол ашты. Адам қателеседі ешкім аман емес. Біз де қателесеміз, мен де қателесем. Бірақ не, ауылымыздың береке ынтымағы керек. Бірімізді жақсы көріп, бірімізді сыйлап, құрметтеуіміз керек. Өйткені біз мәңгілік емеспіз ғой. Бүгін бәрітен жоқпыз. Қазақта енді қамшының сабына теңейді ғой. Өмірдің қысқалығын көзді ашып жұмғанша біз жоқпыз. Ауылымызда қаншама апталдай азаматтар болды мысалы. Ешқайсысы жоқ. Сол себепті мұсылман болсақ, шынайылықпен ізгіліктегі мұсылман болайық. Бауыр болайық, бірімізді жақсы көрейік. Ол мешітте діни дәрістер жүргізу ісі бойынша хабарлама жүріп жатса, ол сонау жылдар бойы жалғасып жатқан мәселе ол. Ол мешіт имамның қызметінің бір бөлігі ғана міндеттелген. Имамның қызметі ауыр ғой. Соның бір ғана міндеті ол мешітте дәріс беру, адамды қараңғылықтан жарыққа шығару жолдарын, ақ пен қараны ажыратуды үйрету, Аллаға жақын болуды үйрету. Ол ата бабамыздан бері келе жатқан бұл амал. Сол арқылы қазақтығын, тектілігін жоғалтқан емес. Өйткені бәрі бір Құдайдың жолында. Дұрыстықты ғана істеп, дұрыстықты ғана айтқан. Өзімізде мынау мешітте қаншама бала оқыттық, сан жылдар бойы жаздағы дәрістер бердік, көптеген азаматтар білім алды. Қазір бір азамат болды, бір отбасы. Сырттан ұстаз әкеп оқытып та жаттық балаларды. Сол сияқты ол мешітте ол үнемі жалғаса беретін ол мұсылман бір шарты. Оны керек дүние. Өйткені имандылықсыз, дінсіз адам өзін Құдайын танымай, адам ешқашан жетістікке жете алмайды. Және көп қателесіп, көп қиындықтарға душар болады ол адам. Мешітте не үйретеді? Мешітте адам болуды, адамгершілікке,
имандылыққа, игілікке, ізгілікке шақырады. Әртүрлі жаман әрекеттерден сақтандырады, жаман әдеттерден сақтандырады. Діни теріс ағымдарға түсіп кетпей, осы дәстүрлі ислам дініміздің әппақ күйінде, таптаза күйінде ұстап қалуымызды үйретеді. Айтып кетті демеңіздер. Кешіре білуіміз, бірімізді кешіру, бірімізге мейірім төгу, ол басты адами құндылығымыз. Ол азаматтар айта жатыр, көп айтты демеңіздер. Бірақ енді көп хабарламалар өзіме түсіп жатыр, түсіндіруін сұрап жатыр менен. Ешкім үшін жауап бермейді бұл жерде. Мен бір адамның қате сөзіне мен жауап бермеймін. Өйткені өзім пікірім бар. Және де біреудің айтақтағанына мен көнбеймін. Өйткені менің өзімнің шынайы өзім түсінігім бар. Адамдарға деген қарым-қатынастағы түсінігім бар. Біз біреуді жазғыруды, біреуді жазалауға ешқашан дайын тұрмаймыз. Қайта сол адамға қолдап, көтеріп, жәрдемдесуге дайынбыз. Ел болайық, жұрт болайық. Бұл әрекеттеріміз ешқашан жақсылыққа әкелмейді аяғы. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, көп түкірсе көл дейді. Көпшілік бір бағыт, бір ұстанымды, бір сенімді ұстанса, ол ауылда береке де, нығмет те болады. Қазір біздің ауылымыз берекелі, нығмет ауылдардың қатарына міне аяқ басып келе жатыр. Жақсы жетістіктерге қол жетіп жатырмыз. Алланың берген нығметі, ауыл халқының тұрмыс тіршілігі жаман емес. Әрі қарай да Алла қаласа дамытып жатады. Енді тек айтарым, адам оқылайық болды. Бірімізді сыйлайық, құрметтейік. Бір адам қателігіне, оның үстіне біз жаза қолданбайық ешқашан. Қайта оны адам түсінейік біз. Тым шектен шығып адасып жатса, ол адамда аяушылық сезімде болайық. Өйткені оның жағдай ауыр болады адамның, Алланың алдында. Әркімнің өзінің пайымдауы болады. Біз қазақ деген тек ұрпақтың балаларымыз. Сол тектілігіміз, сол пайымдауымызда ғой. Сол пайымдарымыз дұрыс емес, бұрыс болып жатқанын байқап жатырмыз. Енді әрине ол билік болғаннан кейін, билік басында отырғандар, дін басындағыларға енді оның қызметіне, жұмысына біз ешқандай араласуға хақымыз жоқ. Өйткені Алланың алдында өздері жауап береді. Бірақ сыртқы мәселелерге байланысты дүние тіршілікке сұрақ қоюымызға болады. Бірақ оның өзіне мәдениет түрде. Мен біреуді жақтап отқам жоқ, ешкімді жақтап отқам жоқ. Бұл жерде екі жақта да кінә бар. Бірімізді түсінбей, бірімізге баса шабуылдауымыз ол қателік. Сондықтан маған көп хабарламаларды естіп отқан болсаңыздар, жібермеулеріңізді сұраймын. Өйткені біз ит емес, біз айтақтағанға абылай беретін. Біз адамбыз, бізді Алла тағала адам қылып жаратқан. Сондықтан ол адамдар, қателескен адамдармен жеке-жеке жолығып сөйлесемін, түсіндіреміз, дұрыстыққа шақырамыз, адамдыққа шақырамыз. Тек қана ауылдың бейбітшілігі мен бірлігін ұстанып қалуға тырысамыз, өніп, өсіп, өркендеуіне тырысамыз. Сол себепті ол болмашы жағдайда бірімізге жауыз демейік. Болмашы жағдайда бірімізге ауыр сөз айтпайық. Өйткені ауыр сөз деген адамның көңілінде қалады. Ол ыдыс-аяқ жуылмай қалды, мешітте мына дәрістер неге болып жатыр деген ол мәселелер, ол мәселе емес, ол ұсақ-түйек. Болмайтын нәрсеге олардың бәрі орнына келеді, бірақ қалған көңіл орнына келмейді ешқашан. Ал ауылдың бірлігі, ынтымағы бұзылса, ол ауылдан берекені де, нығметті де алып қояды.
мұсылмандық, имандылық, адамдық дәрежемізді, биік дәрежемізді бірімізге осындайда көрсетпегенде қандай жерде көрсетеміз? Бәрі әрине нәпсі деген бар. Нәпсі деген намысты көтереді адамның. Кейбір намыстар дұрыс намыстар, кейбір намыстар жалған намыстар болады. Оның бәріне бой ерік бермейік. Өйткені бұның аяғы жақсылыққа жетелемейді. Ешкімді жеңбейді. Тек жеңіс қарым-қатынас, жақсылықтағы қарым-қатынас жеңіс. Сондықтан ауылымыз өсіп, өніп, бірлікте, берекелі болсын десеңіздер, осы бір айтқан сөздерімізді естеріңізде сақтасаңыздар дұрыс болады. Жаза берудің қажеті жоқ. Енді мен ешкімнің жазбасына жауап бермейміз. Өйткені ол әртүрлі жазбаларда әртүрлі дұрыс емес пікірлер көрсетіліп жатыр. Ауылдың енді рухани тұсына жауап беретін имам бар. Ауылдың зайырлы, ауылдың заманауи үкіметтік басқару ұйымдары бар. Солар жауапты. Әркім өз қызметін адал атқарып жүр. Ауылымыздың әкімі өз қызметіне адал адам, ауылдың имамы өз қызметіне адал адам, өз жақсылықтары мен ізгіліктерін көрсетіп іс атқарып жатыр. Бір жамандықтарын көргеніміз жоқ. Ауылда кейбір қарсы сол билік өкілінде отқан, дін басында отқандарға түсініспеушілік танытып жатқан, олар да жаман адамдар емес, әрі жақсы адамдар, ауылдың тұрғындары. Бірақ ара-қатынаста бір дұрыс түсініспеушілік болады. Бірақ оны жалпы топқа салмай, жеке сөйлесіп, сонымен ойын түсініп, оның не себепті айтқанын түсініп, мүмкін ол басқа ниетте айтқан шығар. Егер біз жаңағы агрессияға бой алдырып, тоқтаусыз әрекет жасай беретін болсақ, аяғы аянышты жағдайға келеді. Адам деген ол Алланың жаратқан пендесі. Адам ет пен сүйектен жүрегі бар, көкірегі бар. Ол адамға мейіріммен, жақсылықпен тақалса кез келген адам өзінің қателік болса қателігін түсініп, дұрыс сөйлесе дұрыстығын түсінеді. Ұсақ-түйек мәселеге бола бірімізге қарсылық көрсетпейік, бірлікте болайық. Ауылымыздың көтеріліп дамуына бәріміз үлес қосайық. Ауылымыздың тағы бір жетіспеушіліктері бар. Осыған байланысты әрі қарай бірлікте жұмыс жасайық, қол жеткізейік көп нәрсеге. Болмашы бір ыдыс-аяқ жуылмай қалды. Осындай дәрістер ол қалай болып жатыр, неге беріліп жатыр деген мәселелерге біз агрессиялық түрде емес, адами түрде жауап беруіміз керек. Байқамай қалған шығар, жууды ұмытып кеткен шығар, жаңағы діни дәрісте басқа ниетпен айтқан шығар, оны түсінбеген шығар, оның жағдайын, оның дәрежесін түсінбеген шығар, оның имамның ол жұмысының бір бөлігі екенін білмеген шығар. Ол мешіттерге, имамдарға міндеттелген мәселе. Діни дәріс жүргізу, мынау балалардың демалыс уақытында. Міне осылай түсіндіру керек еді. Осындай жағдай, осылай үйретіп жатырмыз. Біз осы дәрісте біз күнде оқытпаймыз. Анда-санда осындай аптаның 2 күнде ме осындай бір адамды, баланы жақсылыққа жетелеу үшін, келешек өміріне пайда тию үшін, баланың өзінің тағдырына, баланың өзінің келешегіне үшін бұл осындай әрекет жасап жатырмыз деп түсіндіріп айтылу керек бұл жерде. Ыдыс-аяқ жуылмай жатса, ол ұмытып кеткеніміз ғой. Немесе көзге көрінбей қалып қойған ғой. Жарайды, жуа саламыз, міне. Сонда татулық пен бірлік орнайды, бауырлар. Алдағы уақытта да осындай істен сақтанайық, бауыр болайық, игілікте болайық, жақсылықта болайық. Ой-өріс дәрежемізді төмендетіп алмайық ешқашан. Адамбыз, адам болып мәңгі қаламыз. Бұл дүниеде де, о дүниеде де. Әрбір ісіміз үшін Алланың алдында
бұл дүниеде де ана дүниеде де жауап береміз. Адами құндылықтарымызды, діни құндылықтарымызды дұрыс танып, дұрыс меңгеріп, дұрыс білім жетіліп үйренейік. Артық айтты демеңіздер. Баршаңыздан кешірім сұраймын. Бүлінген ештеңе жоқ. Біреуді ақтап, біреуді жақтап жатқам жоқ. Маған ауылдың адамдарын бәрі бірдей. Бәрін бірдей жақсы көремін мен ауылдың. Біреуінің кем, біреуінің артық жақсы көрмеймін, бәрін бірдей жақсы көремін. Өзім біреудің бір баласы біреу қателік істеп жатса, оны ешкім жек көріп кетпейді ғой. Қайта онымен тәрбие жұмыстарын жүргізеді. Сен балам былай істеген жоқсың, сен балам енді қарап былай істе. Сен ана жерде дұрыс сөйлеген жоқсың, енді былай дұрыс сөйле деп өз отбасымызда балаларымыздың қателігі болып жатса, біз ол баламызды жазалауға, жазғыруға, айыптауға дайын тұрмаймыз ғой. Біз ол баланы ақылмен, дұрыс тәрбиемен түсіндіре аламыз. Сол сияқты бұл ауылдың барша тұрғындары өз әулетіміз, өз отбасымыз, өз шаңырағымыз. Ақтайлақ ауылы біздің әр бесіктен белі шыққаннан белі қисайған қарияға дейін қара шаңырағы. Әр ауылымыздың тұрғынынан кеткен қателігіне оған біз жекпе-жек шақыруға, оған біз басқа да бір іс жүзінде, сөз жүзінде болсын айыптаулар тағуға біз болмайды. Және де оны ешкімге жарияламай, өз ішімізде жеке сөйлесіп, жеке барып, әңгімелесіп, енді барша адам қателеседі. Мен де қателесемін, біз де қателесеміз. Кейбір адамдар жаңағы қарсы пікірлер айтып жатады, мысалы, бір кейбір мәселелерде. Онда жеке сөйлесіп, түсіндіріп айтып жатамыз, осындай жағдай осылай болып жатыр деп. Сол себепте артық айтты демеңіздер. Бізге тек татулық керек. Жаңа өз отбасымыз деп отырмыз ғой, отбасымыздың татулығын ұстау, ауылымыздың татулығын ұстау өз қолымызда. Үлкені болсын, кішісі болсын. Ауылға үлкендер де керек. Осындайда адамды басу айтып, адамды шектен шығып кетпеуіне әрекет жасау керек. Ел болайық, жұрт болайық. Ауылымызды қолдайық, ауылымыздың тыныс-тіршілігін қолдайық, мешітімізді қолдайық. Керемет деген ауылымыз бар. Әрі қарай бүлдіріп алмайық ешқашан. Рахмет баршаңызға. Мен не үшін сөйлеп отыр дейсіздер? Әртүрлі пікірлер жеке басыма түсіп жатыр да. Әркім әртүрлі пікір айтып жатыр да. Бәрінде не? Бәрінде агрессия, бәрінде өшпенділік, бәрінде жауастық болып жатыр. Бұл жақсылық емес, бұл мұсылмандық емес. Бұл мұсылмандық ең төмен дәрежесі. Сол үшін сіздерге мынау бейне жазу арқылы шығып, өз пікірімді келешекте жетер жетістігімізге қол жеткізу үшін не істеуіміз керек, қалай істеуіміз керек, адамдардың қарым-қатынасы қалай болу керек екен. Енді оны айта берсе әңгіме ұзақ, оны соза берудің де қажеті жоқ. Баршаңызға тыңдап, естіп отқандарыңызға рахмет. Алла тағала естіген білгендерімізді амал ететін шынайы құлдардан болуды Алла тағала нәсіп етсін. Амин.